Қазір жапырақтың түсі мынандай. Аулаға күз келді. Қыркүйек айы бітті, сабаққа балаларды бердік. Малдардың нағыз саудаға шығып сатылатын кезі енді келді, достар. Осы кезде малды саудаға шығарған адам көп нәрсені ұтар еді. Кейбіреулер жазда асығып сатып жіберіп жатады. Негізі ұсыныс осындай. Біз күз уақытында және де декабрь, желтоқсан айларында мал сатыңдар деп айтамыз көпшілікке. Солай тиімдірек болады. Еттің бағасы әңгіме, достар. Еттің бағасы 6000-ға барады деп қазір елдің бәрі ұлардай шулап жатыр. Бірақ көпшілігі осы жерде маңдай терін сарпып, таң ұйқысын бөліп, аналар туралы айтады ғой, түн ұйқысын 4 бөлген, білегет алып бесік тербеткен деген сияқты. Фермерлерде дәл сондай түн ұйқысын 4 бөлген, білегет алып, олар бесік тербетпеген, күрек ұстаған. Фермерлердің еңбегін кім бағалап жатыр? Еттің бағасы қанша болу керек? Менің ойымша, еттің бағасы 6000 теңгеге дейін барғаны бер жағы, алдағы уақытта одан сайын өсетін сияқты. Біреулер айтады, Дубайда еттің бағасы 15000, Түркияда 17000, 20000, тағысын тағы, я. Бірақ біз Қазақстанда екенімізді ұмытпайық. Еттің бағасы 6000 теңге негізі қымбат емес. Менің ойымша, халықтың айлығы арзан. Халықтың айлығы көтерілген кезде еттің 6000 теңге болған бағасын ел жұрт сезінбесе, сол кезде фермерлердің де бағасы еңбегі бағаланатын еді. Яғни қоғамда баланс орнайтын еді. Сіз қалай ойлайсыз, еттің бағасы қымбат па, әлде халықтың айлығы төмен бе? Осыған байланысты өзіңіздің ойыңызды төменге комментарий жазып кетіңіздерші. Әрқайсыларыңыздың пікіріңіз өте қымбат. Дала Кемп парақшасына жазылыңыз. Дала Кемп берекелі мал шаруашылығының бастауы. Сөйлеген Қара Торғай. Сау болыңыздар.